Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын дастарханыңыздың көркін ашатын салаттарды дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге 2 қызанақ, салат жапырақтары және де 1 қияр, колбаса, сыр, майонез, жүгері қажет болады. Бірінші дәл осылай қиярымызды жанынан жіңішкелеп кесіп алатын боламыз. Барлық қиярларымызды дәл осылай турап алатын боламыз. Енді қызанақтарымызды тураймыз. Түбінен тазартып, осылай жіңішке етіп кесіп аламыз. Сосын дәл ортасынан видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Және де сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 4 тарелка салат шығатын болады. Өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай құрамын көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Менің каналымда ыстық тағамдардың және де тәттілердің оңай жасалынатын салаттардың рецептері бар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Енді салат жапырақтарын турап алатын боламыз. Қолдарыңызбен кесіп салсаңыздар да болады. Осылай мен секілді пышақпен 4-ке бөліп салсаңыздар да өте әдемі көрінетін болады. Барлығын осылай бөліктеп алатын боламыз. Салат жапырақтарымыз турап алған соң, колбасамызды да дәл ортасынан бөле отырып, жіңішке етіп турап алатын боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын дәл осылай біркелкі етіп турайтын болсақ, салатымыз өте әдемі көрінетін болады. Колбасаларымызды турап алдық. Енді сырымызды да дәл солай ортасынан бөле отырып, жіңішке етіп турап алатын боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын турап болдық. Енді консервадағы жүгерімізді де салып алатын боламыз. Және де дәміне қарай майонезімізді де, тұзымызды да салып, жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Міне біздің салаттарымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұзата берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте тойымды салаттардың бірі. Әрі тез дайындалады. Қонақ келген кезде жасап жүрсеңіздер, дастархандарыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Және де қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Және де өз ойларыңызбен астына комментария бөлімінде бөлісе кетіңіздер. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.